Құт дарыған отбасы. Біз кітапта ер азамат трансценденция жасау керек, ғаламдық бір іспен айналысса мән табады, екі әлемнің азаматы болсын деп айтамыз. Көбінде сұрақ туады. Трансценденция деген не? Оны қалай табамыз? Ғайып әлемге қалай самғаймыз деген ойлар мазалайды. Трансценденция ғайып әлемі дегенде көбі әлемдік бір саясатпен айналысамыз ба деп тосылып қалады. Болмаса өзін ұмытып аскет болу керек деп трансценденция аскетизммен шатастырады. Ондай үлкен іспен айналысуға шама жетпейді ғой, талант жоқ, жасымыз өтіп кеткен, мамандығым келмейді деп бірден беріле салады. Трансценденция түбірін латыннан тартады. Мағынасы шекараны қиып, өзінен тысқары аймаққа өту дегенді білдіреді. Мұның классикалық мәтіндегі ең айқын мысалы пайғамбардың миғражға самғауы. Исламдағы сияр кітаптардың баяндауынша пайғамбар рухы бір түнде 7 қат көкті кесіп өтіп, тәңірлік әлемнен бір-ақ шығады. Ең соңында Алланың дидарымен ұшырасып, сол жерде қонақта болады. Бұл аңыз адам рухының шексіз мүмкіндігін көрсетуге арналған. Тақуа болсан, рухтың кереметімен ғайып әлемді қалауынша тамашалай аласың деген емеурін. Осыған орай мұсылман жұртында намаз момынның миғражы деген сөз қалған. Пайғамбардың миғражы трансценденция жасаудың ең биік үлгісі сияқты жарқырап тұрады. Оның адал үмбеттері бұл хәлді көкірек көзі ашылғанда табылады. Құранда да адамның қара басып сорлағаны маңдайындағы қос жанарының соқырлығынан емес, оның көкірек көзі көр болды. Олар енді айуан сияқты, бәлкім одан да төмен, деп адамзатты сөгетін аяттар кездеседі. Яғни, трансценденция қабілеті толық күйреп, бітеу жұмыртқадай тұйықталып қалған пендені тәңірісі жануарға теңеген. Себебі айуанда мұндай қабілет жоқ. Трансценденция жасаудың ең әдемі көрінісі шәкәрім қажыда байқалады. Жанның бәрі мендей жар табар еді, терең ой сау ақылмен шамаласа. Өлім маған өмірден мың есе артық, жарға құрбан қылуға жан жараса. Тозақ отын күл қылып сөндіремін, жаралы жүрегімнен қан тараса. Жарды көрген көзімнен сүймек болып, ғажап па тамам айуан анталаса. Хақиқат жар нұрына қанса біреу, өлмейді оның жаны балталаса. Бұл мысалдар адамның трансценденция жасай алатын потенциалының шексіздігін көрсетеді. Көкірек көзі ашылғанда момындар Тәңірдің дидарына шейін самғайды. Қазақ арасында хақтың дидары, Тәңірдің жамалы, нағыз ер жардың жамалына ғашық болады деген тіркестер ғайып әлемге ұмтылудан шыққан. Трансценденцияның ұшар биігіндіңге бел байлаған хас тақуалар ғана бағындыра алады. Бірақ бұл бұқара халық трансценденция жасай алмайды дегенді білдірмейді. Оның ұшқындары қарапайым тұрмыста көріне береді. Мәселен, біреудің қайғысын бөлісу, кісінің көңілін жараламау, басқа біреудің жүрегіндегі мұң мұқтажды сезіп тұру, өзгенің қамын жеу, осының өзі адамның тұйықталмай өз шегінен шығып кеткенін көрсетеді. Сол себепті де әлем жұртында қаза шыққан үйге көңіл айту, науқастың көңілін сұрау, келін түсіріп бөпелі болған үйге құтты болсын айту сияқты дәстүрлер адамды тұйықтыққа жібермей ұстап тұратын руханизмдер. Қазіргі жұрттың монадологияға ұрынғаны сонша, жылы үйіне кірсе шыққысы келмейді, алыстағы туысының көңілін сұрап құтты болсын айтуға ерінетін жағдайға жетті. Көршісінің хәлін сұрап жиі араласпауы трансценденция қабілетін өлтіре береді. Өзгенің қамын жейтін қасиет жоғалған сайын ер азаматтың ішкі потенциалы сарқыла береді. Отбасына мән, мағына, хикмет дарымайды. Құтсыз
үйден ырыс қашып, оның орнын мағынасыз дау жанжал баса береді. Қазақта өзін бол, бола алмасаң, болған ердің атын жек деген ата сөзі бар. Осы өсиетті орындаса, ер азаматтағы трансценденция шкаласы күрт өседі. Санасы оянып, отбасындағы абыройы артады. Қазақ мәдениетінде амал мерекесінде көрісу, құрбан айт пен ораза айтта үйлерді аралап айттау, Құран оқып шығу, Наурыз мерекесі бәрі трансценденция жасау үшін жасалған дәстүр. Яғни ит тіршілігінді уақытша ұмытып, өзге жұрттың қам қарекетін бір түгендеп шығасың. Егер осы ғұрыптар болмаса, пенде шіркін бітеу жұмыртқа сияқты шіріп кетеді. Шіріген жұмыртқа деген ұғым осыдан шығады. Сондықтан салт дәстүрмен қоштасуға әлі ерте. Отағасы дәстүрге неғұрлым берік болса, әлемге соғұрлым ашық. Себебі бірде-бір дүнияуи мерекелік іс-шара адамның ғайыпқа құштарлығын мұндай дәрежеде оята алмайды. 21 ғасырда ел аралап құрлық кезіп, саяхатқа жаны құмар қазақтар саны артты. Олар трансценденцияны географиялық аймағынан шығып, өзге елді аралау деп түсінеді. Әсілінде трансценденция адамның түп санасында жасалады. Сондықтан да бірнеше құрлықты саяхаттап келген өзімшіл жандардың қысқа уақытта өмірден қайта жалығуы қалыпты жағдай. Олар бұл торығудан құтылу үшін тағы бір құрлыққа қаңғып кетеді. Трансценденцияның түп санасында жасайтын тақуалар айдаладағы лашықта отырып-ақ басқа ғаламды кезе алады. Трансценденция түп санада жаңғырмаса, дүмше діншілдік те сені құтқармайды. Көкірек көзі бітелген мұсылмандар қажылыққа қанша барса да өзгермейтін себебі сол. Көбі керісінше неврозға шалдығады. Яғни бір жыл қажылыққа бармаса, бейне бір күнәсі басып кеткендей алаңдайды. Қажылық парызы бір сапармен өтелетін болса да, олар жыл сайын бара береді. Осы фактінің өзі мұсылмандарға өзін іштен жарып шықпаса, сырттан көмек келмейтінін көрсетіп тұр. Діннің миссиясы не? Оның миссиясы адамды ғайыпқа құмар қылу. Құранның момындар ғайыпқа сенеді деген аяттармен басталуы да осымен байланысты. Діни ритуалдың бәрі осы байланысты күшейтуге негізделген. Дінді жөн жосықсыз сынай беретін нигилистер ритуалдардың ішіне жасырылған трансценденция сәулесін көрмейді. Бір қызығы, қазір қазақ мәдениетіне сіңген діни салттарды атеистер емес, мұсылмандардың өзі мансұқтайды. Олар Аллаға серік қоспаймыз деген ұранмен трансценденциялық мазмұны бар бүкіл салт сананы талқандап жіберді. Соның кесірінен өзгенің қамын жей алмайтын бейшаралыққа ұрынды. Санадағы тұйықталу психикада невроз туғызбай қоймайды. Адамның агрессиялық сипаттары бетіне шығып кетеді. Олар мұндай аянашты ахуалын кәпірлерді жақсы көруге болмайды деген сылтаумен ақтап алғысы келеді. Бірақ қалай ақталса да, олардың түп санасында тұйықталу проблемасын асқынғанын біліп тұрамыз. Трансценденция монотропизм туғызады. Яғни адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп дейтін принцип осыдан шығады. Табиғат заңы бойынша трансценденция болмай тұйықталғанда процесс кері айналады. Жақсы көрудің орнын жек көру басады. Сізге еш қатысы, еш қиянаты жоқ адамды түрлі себеппен жек көре бастайсыз. Діні, ұстанымы, жынысы, түр-түсі, саяси көзқарасы бәрі жек көруге себеп болып тұра береді. Жек көрініш кірген жерде қоғам, отбасы, ұжым бәрі құлдырай береді.